Мұхаммед Хайдар Дулати қазақ тарихындағы ең белгілі ғалымдардың бірі, тарихшы, әдебиетші және мемлекет қайраткері. Ол Ташкент қаласында дүниеге келген, Дулат тайпасынан шыққан. Моғолстан, Қазақ хандығы және Орта Азия тарихын зерттеген. Дулатиді әлемге танытқан ең басты еңбегі «Тарихи Рашиди». Бұл кітапта 15-16 ғасырлардағы Моғолстан, Қазақ хандығы, қазақ хандары және халықтың тарихы туралы маңызды мәліметтер жазылған. Әсіресе қазақ халқының қалыптасуы жайлы құнды деректер беріледі. Тағы бір шығармасы «Жаһаннама». Бұл әдеби дастан шығыс әдебиеті үлгісінде жазылған. Оның еңбектері көбінесе парсы тілінде жазылған, себебі сол кезеңде ғылым мен әдебиеттің негізгі тілі парсы тілі болатын. Соған қарамастан оның еңбектерінде түркі халықтарының тұрмысы, мәдениеті, салт-дәстүрі кең сипатталады. Ол тек оқиғаларды жазып қана қоймай, өз көзімен көрген жағдайларды да сипаттаған. Сол себепті еңбектері шынайы тарихи мәлімет ретінде жоғары бағаланады. Бүгінде Қазақстанда оның есімімен университеттер, көшелер және мәдени орындар аталған. Енді ғана есін жиып, тәуелсіздігін жариялағаннан кейін өткеніне үңіле бастаған елдің тарихының өшкенін тауып, қайнар бастауын зерттеп білу Хайдар Дулатисіз мүмкін емес. Күні бүгінге дейін Қазақстан және Орта Азия елдерін зерттеушілердің, тіптен түркі тектес халықтардың мәдениетін зерделеген еуропалық ғалымдардың қай-қайсысын алсақ та, оған жүгінбей еңбегіне соқпай кете алмайды.